Өскемен қаласындағы пешпен жылытып отырған емхана жайлы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында шыққаннан кейін жергілікті тұрғындарда маза кетті. Құзырлы органдардың тексеруінен кейін медициналық мекеме санитарлық талаптарға сай келмей, сол жағалау атты шағын аудандағы жалғыз медициналық пункт жабылып қалса, қайда барып емделеміз деп отыр. Тексерістен кейін осы ауданның тұрғындары, мүмкіндігі шектеулі жандар, қарт адамдар, біз осы жерде медициналық көмекті алып тұрғымыз келеді. Емханадағы дәрігерлер өз жұмысын тиянақты атқарады, білікті жандар деп айтуға болады. Бүгінде Өскемен қаласының нөмір 2 қалалық емханасына қарасты сол жағалаудағы медициналық пункт 5000-ға тарта адамға қызмет көрсетеді. Биылғы жылдың қыркүйек айына дейін медициналық мекеменің ғимараты жеке меншіктің қолында болған. Қазір нөмір 2 қалалық емхананың қарамағына қайта берілген. Дәрігерлердің біліктілігі жоғары. Мына ғимаратта әзірге көңілімізден шығып отыр. Болашақта өзгерістер болатынына сенімдіміз. Енді мемлекеттің облыстық денсаулық басқармасының қарамағына өткеннен кейін тұрғындармен жұмыс істеп қалыпқа келтірер. Бүгінде Өскемен қаласының нөмір 2 қалалық емханасына қарасты сол жағалаудағы медициналық пункт 5000-ға тарта адамға қызмет көрсетеді. Биылғы жылдың қыркүйек айына дейін медициналық мекеменің ғимараты жеке меншіктің қолында болған. Қазір нөмір 2 қалалық емхананың қарамағына қайта берілген. Сол жағалау орталық жылу жүйесіне қосылмаған. Сондықтан осы шағын аудандағы тұрғын үйлер қатты отынмен немесе электр қуатымен жылытады. Ғимарат жеке меншіктің қолында болғандықтан біз өз тарапымыздан қаржы сала алмадық. Енді мемлекет иелігіне өткендіктен келесі жылға жөндеу жұмыстарын, оның ішінде пешті сыртқа шығарсақ деп отырмыз. Медициналық пункт ғимараты өткен ғасырдың ортасында салынғандықтан күрделі жөндеуді қажет етеді. Жергілікті тұрғындарды осы мәселені бірнеше мәрте көтеріп қалалық әкімдікке, Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасына өтінішпен шыққан еді. Енді медициналық мекеме мемлекеттің қарамағына өткеннен кейін келер жылы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, тұрғындардың талап тілегі аяқсыз қалмас.